Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез әрі оңай карамельді тортты бірге жасайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, бірге жасап көрейік. Алдымен тортымыздың қамырын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды жақсылап араластырып, оған қайнатылған сгущенкамызды қосамыз. Қамырға да кремге де осы Любавинка фирмасының сгущенкасын пайдаландым. Тортымыз дәмді шығу үшін сгущенкамыздың сапалы болғаны маңызды. Массамыз түйіршіктелмей біркелкі болу үшін миксермен араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, оны да жақсылап араластырып, массамызға қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, бірыңғай қамыр жасап аламыз. Қамырымыз осындай қоюлықта шығады. Енді пергаменттерімізді дайындаймыз. Қамырды мен теңдей 6 бөлікке бөлетін боламын. Тура видеодағыдай етіп формалар жасап алатын боламын. Менде форманың диаметрі 22. Пергаменттің көмегімен дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Барлық 6 пергаментті дәл осылай жасап, қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөлеміз. Және де әр қайсысын осылай лопатканың көмегімен бір тегістетіп жайып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешімізде 5 минуттан пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды осылай пісіріп, толықтай суытамыз. Креміне де қайнатпалы сгущенка қолданамыз. Керек мөлшерде өлшеп аламыз барлығын. Кілегейімізде сгущенкамызда өте салқын болуы қажет. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жылдамдықты ақырын көтере отырып, қоюланғанша миксерлеп крем жасап аламыз. Креміміз қоюланған сәтте миксерді бірден тоқтатамыз. Енді суыған корждарымызды пергамент қағазынан шешіп алып, кремдерімізді барлық 6 коржға теңдей бөліп шықтым. Барлық корждарымызға кремді біркелкі етіп жағып аламыз. Мен ашық торт жасаймын, яғни сыртын қаптамаймын. Қалауларыңызға қарай сыртын қаптап жасасаңыздар да болады. Барлық корждарымызды дәл осындай әдіспен жинап шығамыз. Бұл бізде соңғы корж. Соңғы коржға да дәл осылай кремін жағып, енді 2-3 сағатқа тортымызды кремі сіңгенше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Біздің тортымыз 3 сағат тоңазытқышта тұрды. Тоңазытқыштан шыққаннан кейін өзіңіздің қалауыңызға қарай кез келген жеміс жидекпен әрлеп қойсаңыз болады. Тортымызды кесіп көрейік. Кесіндісі осындай өте әдемі болып шығады. Тортымыздың дәмі өте дәмді және оңай жасалады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Лайк басып, каналыма тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.